Сәлем достар. Қауын төмен калориялы жеміс түрі. Оның 100 граммында небәрі 33 калория болады. Сондықтан оны артық салмақтан арылғысы келетіндерге жеуге кеңес береміз. Сонымен қатар ішіңізді жүргізуге де әсер етеді. Егер ішекті зиянды заттардан, қоқыстардан тазалағыңыз келсе, қауын жеңіз. Кімнің бауыры және қуығы ауырса, сол адамдарға қауын өте пайдалы. Бүйректен тас пен құм шығарады. Қандағы гемоглобин мөлшерін көбейтеді. Ағзаңызды әртүрлі аурудан құтқарып, иммунитетіңізді қатайтады. Жүрек қан тамыр ауруларының да алдын алады. Жүйке жүйесін тыныштандырады. Жазда шөлге жақсы. Қауынның денсаулыққа зияны. Бала емізетін әйелдерге қауын жеуге болмайды, себебі сәбидің ас қорытуын бұзуы мүмкін. Сонымен қатар қант, диабет, асқазан және ас-ішек жарасынан зардап шегетіндерге де қауын зиян. Қауынның құрамында жасұнықтың көптігіне байланысты ол ауыр өнім болып табылады. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.